Бүгінгі тыңдайтын ертегілерін бір қарттың ұлына айтқан өсиеті деп аталады. Бір бай өлер уақытында ұлын шақырып алып, «Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, аз жесен бал же» деп өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы атасының өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Аз ішсе бал ішіп, ақшасын бітіреді. Сөйтіп жігіт жарлы болады. Бір күні жігіт далаға шығып, біраз жүріп, бір үйілген тастың қасына отырып, бөркін қолына алып, басын ұстап отырған уақытта бір шал келіп жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң, ол адам жанына отырады да жігітке: «Неғып отырсың?» дейді. Жігіт: «Жай отырмын» деп жауап береді. Шал: «Шыныңды айт» деп қыса бастайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Шал: «Сырыңды жасырма, мен саған жақсылық көрсетемін» дейді. Жігіт: «Менің атам бай адам еді. Сол атамның өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын деп кедей болдым» дейді. Шал: «Қандай өсиет айтып еді?» дейді. Жігіт: «Әуелге өсиетті мен өлген соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен атамның сол өсиетін тұтып жұма сайын қыз алдым. Екінші өсиетті қала сайын үй сал деп еді. Мен қала сайын үй салдым. Үшінші өсиетті аз ішсен бал же деп еді. Мен бұл өсиетін де орындап, әр күні бал жедім. Солай етіп, 3 жылда барлық ақшам таусылды» дейді. Шал тұрып жігітке: «Сен атаның өсиетін ұқпаған екенсің. Өйткені атаның жұма сайын қыз ал дегені әйеліңмен сыйлас бол, қадіріңде кетірме. Сонда ғұмыр бойы тату-тәтті өмір сүресің дегені. Қала сайын үй сал дегені қала сайын достарың болсын, барғанда түсетін дегені еді. Аз ішсен бал же дегені еңбек істеп аз ішсен балдан тәтті болады дегені еді» деп қарт өз жөніне кетіпті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетіне сонда ғана түсініпті. Балалар, кітапты оқыңдар. Бізбен бірге болғандарына рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.